Әр халықтың өз заманына қарай хандары, билеушілері немесе рухани ұстаздары болады. Сол сияқты қазақ елінің де тарихтың даму сатысына қарай хандарына ақыл қосып, қара халықтың сөзін сөйлеп, түрлі мәселелерін шешіп отыратын билері болған. Қазақ билері ерте заманда осы күнгі соттың да тергеушінің де қызметін атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөзімен небір шытырман даулы мәселелерін дұрыс шешімін тауып отырған. Қазақ билері әділ және елге сыйлы болуға тиісті болатын. Өз әділдігімен елге танымал болған қазақтың атақты билері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Қазақ халқының бұл билері елді 300-дің бірлігін сақтауға шақырды. Қазақтың 3 биі 7 жарлығына шығару үшін Күлтөбедегі жиналысқа қатысты. Төле би ұлы жүздің бас биі. Абылайдың билікке келуіне, жоңғарларға қарсы одақтың құрылуына қазақ хандығы ықпал етті. Тәукенің хан сайлануына, Түркістанның қазақ орталығы ретінде қалыптасуына қатысты. Қазыбекке қаз дауысты есімін елшілікке барғанда Галдан Серен қойды. Мемлекеттік істерге белсене қатысып, жоңғар шапқыншылығына қарсы бүкіл халықтық күресті ұйымдастырды. Әйтеке 30 жасында кіші жүздің аға биі болды. Ол жоңғарларға қарсы шайқастарға қатысқан. Қазақ, қарақалпақ, қырғыздың жоңғарларға қарсы бірігуіне ықпал етті. Қазыбек Келдібекұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы 3 биінің бірі. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас би еткен. Қазыбек Келдібекұлы халық санасында қаз дауысты Қазыбек атанып, қазақ бірлігінің нығаюына зор үлес қосқан ұлы тұлғаларының бірі. Қазақ халқының тарихында қара ақылды қақ-жарып, еліміздің ынтымағы үшін күрескен кемеңгер 3 бидің орны ерекше. Халықтың осы 3 биі жөнінде атақты қазақ 3 биі онан өткен Әйтеке бірінші Әзіз Төледі таудай сөзге тарыдай бұзылмайтын сөз айтқан, қию тауып сөйлейді. Шешеннен шешен демегі қанша ділмәр дегендер, және де Әзіз киелі ширегіне келмейді. Босатқан буын жүйені бұл 3 бимен тең емес. Қаз дауысты Қазыбек қазақтың мінсіз билері. 1998 жылы атақты 3 биге арналып Астана қаласында ескерткіш орнатылды. Ескерткіш ғасырлар бойы дәстүрлі сабақтастығын, ұлттық бірлік пен әділдікті көрсетеді. Бүгінгі бақытты өміріміз осындай бабалар арқасы екенін түсініп, 3 биіміздей ұлыларды елім деп еңіреген батырларымыздың ұрпақ ешқашан ұмытпауы қажет деп білемін.